Көктем және күз мезгілінде жүргізілетін экзотиялық жұмыстар аяқталуға жақын. Арыс қаласының шаруа қожалықтарында 30 наурыздан 15 мамырға дейін 4 түлікті шомылдыру, яғни тоғыту жұмыстарының 77% орындалды. Соған сай Дермене ауылдық округіне қарасты Қостүйін піспек шаруа қожалығында уақ малдарды тоғыту барысын алдағы бейне материалдан көрейік. Шаруа қожалықтарында 4 түліктерді тоғыту көктем және күз мезгілдерінде орын алады. Бүгінде Қостүйін піспек шаруа қожалығында 1350 уақ аналық бас бар. Оның барлығына шомылдыру жұмыстары жүргізілуде. Бұл көктем мезгілінде таралатын ауру мен кенеден сақтау мақсатында жүзеге асып отыр. Осы бойда шаруа қожалығының басшысы Арыс қалалық ветеринария бөлімінің жұмысын алға тартып, 4 түлікке қажетті дәрі-дәрмектер уақытында жетіп жатқанын айтады. Арыс қаласының ветеринария бөлімінің мына көктемгі және күздік көккілі тоқту, көккіге түсіру уақытысының бірінші кезеңі аяқталып жатыр. Құдай қаласа, бұл кісілердің әйтеуір уақытысында келіп дәрілеп, жаңағы нелерін салып тұрады, вакциналарын. Рахмет бұл кісілерге. Болмайтын дәрілер болады, ондай әрине өзіміз сатып алатын кездер болады. Ата өкіметтен бөлінген дәрілердің бәрін уақытылы салып тұр. Қотыр-потырға өзіміз сатып аламыз енді. Шек құрт дейміз, оның бәрін өзіміз сатып аламыз. Бірақ осы кісілер дәрілеп береді. Рахмет бұларға. Ордабасы ауданы бойынша 32.930 ірі қара, 364.498 уақ мал, 12.572 жылқы және 1.990 түйе бар. Олардың 80-90%-ына бүгінде тоғыту жұмыстары жүргізілген. Бұл туралы Арыс қалалық ветеринария бөлімінің басшысы мәлімдеді. Сонымен қатар бұл салаға жылдық жоспарда аудандық бюджеттен 5 миллион теңге қаржы бөлінген. Қазіргі таңда ветеринария бөлімінің 14 қызметкері төтенше жағдайға сәйкес залалсыздандыру жұмысын жүргізсе, 24 адам тоғыту жұмыстарын жүргізуге жұмылдырылған. Көктемгі жұмыстары жүріп жатыр. Оның ішінде аса қауіпті жұқпалы ауруға вакцинация жүріп жатыр. Қан алып жатыр. Барлық малдан 4 түліктен. Онымен қоса, қазіргі төтенше жағдайға байланысты коронавируске қарсы дезинфекция жасап жатыр. Біздің мамандар күніне 2 рет жасайды, азанды кеш. Барлығы жоспармен келіп жатыр. Мынау кенеге қарсы жұмыстарды наурыздан 15 майға жоспарланған. Қазіргі жағдайда сол 15-іне одай қаласа үлгереміз. Мынау ірі қара малын тоғыту қазір 90%-ке жетіп қалдық. Уақ малды тоғытып атқанымыз 80%-ке жетіп қалдық. Қоражай мен суаттарды бітіп қалдық. 92% болып қалды. Жалпы осы 15-не дейін ақпар береміз деп отырмыз. Шаруа қожалықтарында кенеге қарсы жұмыстар жүргізілуде. Арыс қаласының өзінде 405.287 бас 4 түлік болатын болса, оның 77%-ына егу және дезинфекциялау жұмыстары атқарылып жатыр. Арыс қаласы бойынша кенеге қарсы, экзотиялық ауруларға қарсы іс-шаралар қарқынды жүргізілуде. Қазіргі көріп жатқаныңыздай, Дермене ауыл округі қазір Қостүйін піспек шаруа қожалығында уақ малдарды шомылдыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл біздің қазіргі таңда шомылдыру жұмыстарымыз жоспарымызға сәйкес 15 мамырға дейін жоспарланған. Оның қазір Арыс қаласы бойынша 405.287 бас жоспарға қойылса, соның қазіргі пайызы 77%-ға қазіргі уақ малдарды шомылдыру жұмыстары жүргізілді. Онымен қатарлас біргі жұмыстарды қазіргі барлық ауылдық округтерде жүргізілуде, қарқынды жүргізілуде. Осы кенеге қарсы осындай жұмыстар атқарылып жатыр, жоспарға сәйкес. Енді бұл біздің осы кенеге экзотиялық ауруларға қарсы, одан кейін эпизотиялық ауруларға қарсы, мысалға жұқпалы, аса жұқпалы егу жұмыстар жүргізілуде осымен қатарлас. Бұл экзотиялық жұмыстар бұл көктемгі, күзгі кезең, екі кезеңге жұмыстар жүргізіледі. Эпизотиялық жұмыстарымыз күнделік
жылдың жыл 12 ай жұмыс жүргізіліп жатады. Түлік төлден өседі. Қазақтар 4 түлікті ырыс, береке, қазына деп қастерлеген. Сондықтан бүгінгі күннің өзінде мал шаруашылығын жіті назарға алып, өз мезгілінде күтім жасап, түрлі аурулардан сақтаудың қамын жасауда. Әйгерім Орынбасар, Нұржан Мамаев, Нұрберік Тұрғын, Айғақ қоғамдық телеарнасы.